Ассаламу алейкум. Бізде мұғалім Сәнидің 9-шы сабағы ма болу керек, дәл әрпіне келдік. Дә. Қалам. Дә деуді көп. Не жоқ екен, не? Айырмашылық жоқ. Егер бұл әріптің сөздің басында келетін болса, көбінесе жеке түрінде, яғни екінші бір әріпке қосылып кетпейді. Бұны ұстаңыздар негізге. Ал қосылып жататын болса, сөздің соңында болатын болса, не өзінің алдына бет жазылады да алдына былайынан бір сызық бола салады. Бисмилля. Дум, дум, дөбе, дөбе, дуф, дуф, риді, риді, зиді, зиді, қады, қады, درسو درسو دفعو دفعو دبغو دبغو دلكو دلكو دهنو دهنو دهرو دهرو دلدل دلدل فودة 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 هدى 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 أشدد أشدد اعتدل اعتدل يعتدل يعتدل استرشد استرشد يسترشد Ястаршиду. Бисмилля. Бізде келесі әріп, дәл әрпі, тоже байқасаңыздар, сәл не қалқала тербетеміз. Іді, іді, әт деп оған не қатып қалмаймыз. Әді деп. Енді дәл әрпінің жуаны дот. Бірақ д сияқты, бірақ д-ның шығатын жерінен шығармаймыз оны. До деп. Бұның шығатын жері тілдің бір жаны, немесе кейбір ғалымдар екі жағындағы азу тіске қарай тиет дейді. Енді көбінесе мен сол жақпен шығарам. Сол жақ жағына қарай. Әл деген сияқты. Бұл жуан әріп. Бисмилля. До, дуй, ду. Бұл со әрпіне ұқсайды, байқасаңыздар. Со әрпіне. Жазылу жағынан. Бірақ не? Нүктесі бар. Сөздің басында до, ды, ду. Ортасында до, ды, ду. Сөздің соңында до, ды, ду. Дойфу. Дойфу. Адлу. Адлу. Дохбу. Дохбу. Добету. Добету. ضعفу ضعف عرض عرض مضرب 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 мед деп қатқанмайсыз. Сәл мынандай иституада дейді, өзінде сәл дыбыс сәл жүргендей болады. Идрибе. Сосын қалқа д сияқты қалқа болып кетпейді. Идрибе емес. Идрибе. Тадрибу. Тадрибу. Адрибу. Адрибу. Надрибу. Надрибу. اضطرب اضطرب يضطرب يضطرب استضعف استضعف يستضعف يستضعف بسم الله. Келесі әріп дәл әрпі сияқты, бірақ не бар? Үстінде нүктесі бар. Сол арқылы ажыратасыздар. Мынау жерде енді сәл арасы ашылып қапты ғой. Из, муз, хуз. Бұл сақау зә.
кәдімгі з емес, зә. Бағанағы сақау сә сияқты шығады. Үз, зүбі, зүқу, зәр, munzu, iznu, bezlu, zikru, zihnu, zahab, mazhab, zahala, yazhalu, bazala, yabzulu деген сияқты. Келесі әріп бізде не жерде айырмашылықтар? Әзхаба, юзхибу. Енді қараңдар, кәдімгі біздің әріп зифру, сақау зә, кәдімгізі зифру. Бәзлу, әбзәл. Мыназы кәдімгі сәл ысқырып шығады. Ал мынау не сақау? Әбзәл, анау әбзәл. Бізде ва әріпі. Ва әріпі бұл соңғы әріп, иншалла. Осыдан кейін сіздер Құранға түсуге дайын болып тұрсыздар. Құранның сөздерін оқи аласыздар. Тек 1-2-3 ережелерді жүргізу үшін сол керек болады. Ал тәжвидті Құран оқып жүріп меңгеріп аласыздар. Бұл бағанағы зәнің жуаны, сақау ва, Van, zil, fel, hel, al, love, ظافر, ناظر, حضر, ضمر, ظلف, عظم, نظم, ظلف, حظل, ظلم, ظهر, أظهر, أظفر, مظهر, منظر, مظهر, مظلم, ظاهر. Мына жерде мынау я бар. Язхару, назара, янзуру, ظلم, يظلم, انتظم, ينتظم, استعظم деген сияқты. Бұның жалғасы болу керек мына жерде. Естағзиму. Енді айырмашылықтар. Зә, ба, ва, зә. Зәфәр, зафәр. Жіңішке түрі, жуан түрі. Хазар, хабар. Мынау ва болса, мынау ба. З, д деген сияқты. Захру, дахру. Зәхру, захру, әзхар, азхар,
Әзім, әзом деген сияқты. Осымен иншалла әріптер аяқталды. Құтты болсын. Сіздер Құран әріптерін аяқтадыңыздар. Сіздер Құрандағы әріптерді танисыздар. Енді не қосып оқуға қалды иншалла. Пайдалы болсын. Бәріңізге берекелі болсын.